ұлағатты ұстаздар, құрметті көрермендер мен студенттер. Бүгінде көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, тарихтан бойып тұрып орын алған Қасым Қайсенов атамыздың да туылған күні келіп жетті. Қазақстанның халық қаһарманы, халықаралық Фадеев атындағы сыйлықтардың лауреаты, көрнекті жазушы, Ұлы Отан соғысының ержүрек батыры Қасым Қайсеновтың 105 жылдығына арналған іс-шарамызға қош келдіңіздер. Алтайдай алып тұлға Қасым ағам, алмастай отқа салса жасымаған, бойында бұқтырманың болақшы, болса да арна теуіп тасымаған. Белгілі кеңес жазушысы Қасым Қайсенов сәуірдің 23 күні 1918 жылы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Асубұлақ ауылында дүниеге келді. Орталық мектепті бітіргеннен кейін 1934 жылы Өскемен қаласындағы саяси ағарту техникумына оқуға түседі. Я, Нұрдәулет, дұрыс айтасың. Сол техникумда жұбайы Асылды кездестіріп, екеуі 1935 жылы 17 жасында техникумды бірге бітіріп, 1937 жылы шаңырақ көтерген болатын. Қасым Қайсенов жер бетінде бұрын соңды болмаған, ең жойқын шайқаста жауға етегін шалдыртпай, жағасынан алдыртпай өткен еңіреген ер, басқыншы жауды қаралай қалтыратқан Вася партизан. Халқымыздың күллі адамзатпен бірге жасаған ең ұлы дастанының, ең ұлы ерлік қаһармандарының бірі емес пе? Дұрыс айтасың, Гүлнұр. Ал ендеше Қасым Қайсенов атамыздың кешіне орай дайындалған өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Тыныштықбек Әбдікақымұлы, Отан. Мен сенің ел жұртыңды да, шер құртыңды да сүйген бір титімдей ғана араймын. Шекараңдағы молада болғым келеді, дұшпанға қарсы зораймын. Итекеш иттердің де сені ғана күзетіп үргенін қалаймын. Мен құлаймын. Қорғансыз қаламын деп алаңдайсың текке сен. Мен бұлт болсам да, құшағыңнан ешқашан ауып кетпесем, құшағымда саған орын жоқ десең, жасырынып, тіпті сендегі боқ десем, егер жауға бір тал тікеніңді сатып жіберсе де, ертең өкініштерден өледі, көп көсем. Отаным, мен құлқын сарыден құстарыңды да тыңдаймын, әр қошақаныңды да тыңдаймын. Өйткені өзім де қос ұйқылы, қошақан таңдайларына сарнаймын. Айдаладағы адамды етпес көрінді жатсам да, бір түйір дозаңдағы дертке де дауа іздейді. Көзі аспандай, мұңғайғы. Құдай тынысы сенімен ғана өлшенер. Өзімді өзгеден қызғансам, өзімді де жарып тастар семсерем. Менен не қалайсың? Жасырмай айт қашанда. Жынданайын, жынданғаным керек болса егер. Менің сертім сондай, нанбасаң да, нансаң да, топырағыңда да жүрмей-ақ қояйын алшаңда. Онсыз да бар ақыл есім, өзің үшін сарсаң да, риза болар ем. Тым болмаса, ғұмырымда бір рет, ей, сорлым деп, төбемнен ұтып қалсам. Дара батыр, асқар алтай алыбы, жұмарт жүрек жайсаңым, дүниенің жарығын жанмен сезген қайсарым, асу бұлақ аялап, ашулы алтай шындаған, кәрі қарпат саялап, сынағында сынбаған. Асау ертіс тербетіп арқалатау жебеген, Қасымаға келбетің бар қазаққа тегерем. Түріңінде батырлық, жүрегінде даналық, жаны тұнған ақындық, жаны толған ағалық. Асулармен айқасқан қазағымның өзіндей, эпостарға жарасқан батырлардың көзіндей. Дарытуға қазақты керек әлі ғасырлар, танытуға қазақты керек әлі қасымдар. Бар қазақтың ағасы дарабозы халықтың, батырлардың ағасы алып аталықтың. Исраил Сапарбай, дорогой, асыққаннан алдарына қарамай, бұлт ішінде дөңгеленіп барадай. Қасекен оған қарап қойып кей кезде қайда бара жатсың, дейді дорогой. Қастыққа да, достыққа да жарамай,
Кейбіреулерді ектесе арамой, Қасекен біздің қарап қойып алансыз. Аманбысың дейді оған дорогой. Кішкенуі тамырынан тарамай, әлдекімдер мазан алса арадай, Қасекен оның қағып қойып арқасын. Ей, дорогой дейді, үйіне бара ғой. Нағыз батыр, нарескенер, нарағай, Қасекен біздің қай кезде де дорогой, аман болғай, анда келді дорогой, есен болғай, қариялар данагой. Жаратылыс қанша жомарт дегенмен, болмас түгел жанын миын дененмен, сана саулық, дене саулық сәйкеспес, қанша мықтап бекітсең де шегенмен. Не данышпан арыз айтып тағдырға, жылады да тұра тұр деп аз жылға, ол арызын тыңдата алмай аспанға кірді барып қара жерге қабырға. Кешек отан соғысында не қыршын, жайсан жігіт жақсы қыздар бүлдіршін, не сүйе алмай, не күле алмай дұрыстап, 4 жыл бойғы төгілген ақ қырысын. Кете барды боздап жылап ішінде, 40 жыл бойы соны көріп түсінде, оянады Қасым атты партизан. Мейлін оны түсін қазір түсінбе, сондықтан да көп қой оның тәубасы. Бір күрсінсе оңашада отырып, шығар сыртқа көрген бейнет әммәсі. Бала сүйді, дүние жүйді біреудей, байлығы да болар үйге тіреудей. Соның бәрі сол жылдарды ұмыттырмас. Миындауын қатып қалған сүреудей. Сан құлаған көк ғарыштан шүйіліп, жау тылында найзағайға сүрініп, сан сағатта тұрды оның тағдыры, парашюттің арқанына сүрініп. Сан жігіттің көк жалдарын басқарып, сан қиырға сан биіктен тасталып, тау қарпаттың тас кеуделі қыраны, осы ғажап сорғалаудан жастанып, қашып ұшты адам бүркіт жолынан. Сан өмірді азат еткен қолынан, отыр енді тұғырында маңқиып, 70 жасқа аман жеткен сол қара. Парашютпен 80-де секірсін ел қазақтың еңіреген батыры. Хамит Ерғали, Қасым Қайсенов. Әжем айтса, ертегінің маңызы. Тез таусылып қалушы еді таңызын. Ендігіде біздің Қасым Қайсенов ертеңгіден ұзағырағанызы. Ерлерім көп, мен де соның бірім. Жөні басқа аңыз болған тірінің. Жөні басқа оттың, судың, жел құздың, адамзаттан жаратылған бірінің. Қасымың көп, мына Қасым бір Қасым. Ажалмен де ойлы сауық қырғасын. Бір қарасаң жаны нәзік жауқасын, бір қарасаң балқым айту қорғасын. От көрдің бе, қар жамылып сөз төсеп, маздап жанған тамыздыққа мұз көсеп. Ондай отты алмаған Прометей, ондай отты біз табамыз іздесек. Ол партизан аталып жүр бертінде, 5 сөндірсең он жанатын бір түнде. Бірін атсаң ертеңіне екеу ол, жұрттым десең осыларша жұрттым де. Қасым солы көрк оның көркінде, жалын жанып тұрады оның бөркінде. Бақ пен сорға түкірген ол маңдайдан, қош шырақтың бірін алсаң ертінде. Отан, отан, сен болмасаң етер ем. Мәңгілікке бақытсыз өмірден өксуменен кетеді. Қос ұясыз, жыртқышсыз болмайды. Отансыз жан өмірінен болмайды. Өзін қорлайды да солмайды. Тырады да солмайды. Күн көреді, әкесіз де анасыз. Өмір сүрер, әйелсіз де баласыз. Ал отансыз, нағыз сорлы баласыз. Білесің бе, отанның сен не екен? Екі өмір жоқ, әрине жоқ, екі өлім. Екі отан жоқ, жалғыз отан екен. Марфуға Айтқожина, Қасымға. Еске алғанда, арманда өткен Қасымын, қарқараның шертетіндей тасымын, қайран ақын, дауыл болып дүркіреп, кезі келсе, өзен болып тасыдың. Кешіп жүріп, қан жорықта отты күн, көтербен күл өнердің шоқтығын, күні бүгін, орның әлі толған жоқ, өгейістіп, тұрадылығы жоқтың. Жан дүниесін тербететін тірінің, жырларының бірі жан, бірі мұң. Домбыраның құлақ күйін келтірер, қарқарада жоқ өзіңдей бірінің. Еске алғанда, арманда өткен Қасымын, қарқараның шертетіндей тасымын, қайран ақын, дауыл болып дүркіреп, кезі келсе, өзен болып тасыды. Өрт Қасым, дауыл Қасым, ақын Қасым, көгінде поэзия жасын Қасым. Шашайын жырдан шашу жетпісіңе, жырларың мерейіңді асырғасын. Тірісің сен ел жұртыңның, қашанда қасымдасың. Жаралы жүрегіңді жырмен емдеп, жаныңның жарықшағын сыналадың.
жыл атыңды елге асырғалы, ерлікті дәл 20 жасындағы. Білмеген біраз адам сұрап жатыр, япырау, 60-та ма Қасым әлі? Адамсың күнің алыс сен тозатын, тірліктің ұзақ мирақ бозатын. Өмірде дәлелдедің кезі барын, кісінің өз жасынан дан қозатын. Өзіңнің ерлігіңді өзің жазып, өзгеден сұрамадың өнерге азып. Білгенге бұл қасиеттің өздерлік, тастаған жүрген жолын терең қазып. Осылай сирек-сирек ұл туатын, шығарар жарқырат бұлттың атын. Жақсының қасса жүрсе қадірі кем, ағасын бізге соны ұқтыратын. Жазығын сол кез өліп қалмағаның, қызығын бізбен қатар самғағаның. Соғыстың сойқанынан алып шығып, ерлікті бейбіт күнмен жалғағаның. 60-та еңсең бей емендейсің, әлі де айқай шықса елеңдейсің. Құдіреттің саған берген қуат асыл, қайтып сен жерге шөгіп төмендейсің. Қашанда халық берген қалмақ баға, бәндеге хан болса да жалбақтама. Ел сүйер ер жігіттің бар байлық, аман бол ақ тілеулі ардақтарға. Қасым Байсенов қайтқанда, қазақтың қаранарын жоталы, қайтты деп қайғы жұтты күл отаны. Боздаса ботасындай қалған елі, аңырап тау мен даласын қосады. Алатау, Алтай менен Тарбағатай, жоқ тауын көк аспанға тыңдатады. Сарыарқа, ырғыз бен сыр кәрі кәсіпи, бақыл бол перзентім деп тіл қатады. Данагөй датты батыр өтті өмірден, жаралған құрыш қайрат мәрт көңілден. Жұртының жүрегінде шоқ боп жайнап, жұлдызы орын алды көк төрінен. Сөздері сайрап жатыр көкіректе, тұлпардан қалған іздей боп көрінген. Тарихтың тақтасынан орын алып, ежелгі батырлар да есте жүрген. Дриғай соғысы өтті алыптардың, маңдайға біткен сирек арыстардың, 90-ға қаят келіп жығылған ай, сол жүрек, сол білекті арысқанның. Жаратқан нұр себеліп қабіріне, төгілсін шұғыласы жарық таңның. Қашанда Қайсеновтің аты өлмейді, қазақты төрт тарапқа танытқаның. Қасым Аманжолов, сен фашистсің, мен қазақпын. Сен фашистсің, мен қазақпын. Сен айтқандай азиатпын. Сен аспаннан жұлдыз қақтың, мен далада түйе бақтым. Енді мынау қарайсың тек, дәрменің жоқ, көзіңнен жел. Арланасың, қорланасың, тұтқыл болдым, дағы да деп. Егер де мен түссем қолға, қамарең ау, темір торға. Олай болмай, олай болды. Сіз біздің бақыт, сіздің суарға. Сен фашистсің, мен қазақпын. Өзің айтқан азиатпын. Өзің айтқан азиатпын. Таңғаларсың философын, ғажабына табиғаттың. Арайын арманменен астастырып, шашырап тұрар еді бақшапағы. Шаттанса Қазақстан шаттансын де, дүниеде Қасекеңдей барақ сақалы. Ал олай болса, сахнаға Катюша әнімен юриспруденция 141 топты шақырамыз. Расцветали яблони и груши, поплыли
Дәулет, сен 1954 жылы ол «Жас партизан» деген бірінші кітабын шығарып, өзінің шығармашылығын батырлық, патриоттық тақырыпқа арналғанын білесің бе? Әрине, әсіресе қазіргі оқырмандарға Илко Витряк, Креслов партизандары, өлім жазасынан, жау арасындағы ұл, Днепр, жау ішіндегі кітаптары жақсы таныс. Ол шығармалары орыс және украин тілдерінде аударылған болатын. Ал олай болса, келесі кезекте солдаттар биін тамашалайық. Снова весь фронт раскален от огня, лупит зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне, дума родная всегда во мне, из-под небес я мне виден, милый, твой профиль в окне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в мажоре. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой станцуем. Табиғаттың тебіренген, қуанған шағының перзенті. Әнші десек, сол перзенттің есті іздеушісі халқы. Ән көңілдің ажары десек, кәусар сезім мен тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат. Буырқанған шабыт пен сабырға көнбес сағынышты да осы әннен табамыз десек, Қамар сұлу қыздарыңыздың орындауында «Мен қазақ қыздарына қайран қалам» әнін тамашалаңыздар. Thank you.
Олар адам болашағына жазушыларымыздың өз көрермендерімен жақын тапсыратын бірден-бір орта ол сахна. Ал ендеше сіздермен сахнада танысып, табысу үшін дайындап келген Бердәулет Тоғжан мен Баян Әсемайдың монологын қабыл алыңыздар. Ешкімде, еш нәрседе ұтылмағы емес. Соғыс, күйретуші күш. Дәл солай. Барды жоқ етедің, жоқты бар етедің, тауды жер етедің де. Осы алпауыт соғыс емес пе? Дәл солай. Мына ардагерлерімізді, осы Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлерімізге неге біз сыйламасқа? Неге біз тағзым етпеске? Ұлы Отан соғысы 1941 жыл. Неменеге жетістің бала батыр. Қариялар азайып бара жатыр. Бірі кетіп, келместің кемесіне бірі кетіп, әнекей жағада тұр. Деп Мұқағали атамыз сыр шерткендей, біліп айтқандай бір жанымызда, жадымызда тұрғандай, мына мен күй кешіп тұрмын. Ал осы ардагерлерімізді Ұлы Отан соғысына ардагерлерімізге қатысқан, барлық батырларымызға қатысқан неге біз тағзым етпеске? Мен сол ардагерлерді ұмытпай, мына миымда, жадымда мәңгілікке сақтайтын боламын. Мен ол ардагерлерге тағзым етемін. Ал ендеше 21 ғасырдың жастары, 21 ғасырдың өкілі, 21 ғасырдың тұлғасы, осы жастарымыз Ұлы Отан соғысы жайлы біле ме екен? Мына жеңіс күніне тағзым ете ме екен? Мен сұрап көрейін. Жеңіс күні бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отан қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбынын, тылдағы жұмыста еңбек еткен, жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтін дәлелдейтін белгі болып қала бермек. Жеңіс күні бұл абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Жеңіс күні жастар ешқашан ұмытпайды. Жеңіс күні біз әрқашан жадымызда. Біз ардагерлерге тағзым етеміз. Ал олай болса, сіздерге өнер паш ету үшін
асыға дайын тұрған ұлдарыңыз Момыш Олжастың орындауында Смуглянканы қабыл алыңыздар. Соғыс бұлты төнгенде жаудың бетін қайтарған, елдің кегін қайтарған осы ұлы отан соғысының ардагерлері. Сондықтан біздің міндетіміз елімізді, жерімізді, отанымызды қорғау. Отанымызды қорғайтын, ардақтайтын азамат ретінде біз өсіп келе жатырмыз. Ал олай болса, келесі кезекте Қасым атамыздың соғыс жылдарындағы ерліктерінің үзінді ретінде дайындалған жау тылында көрінісімізді қабыл алыңыздар. Men senlerden sıra, kamagan aytat diversantar kaydekin. Men olарды örtülmeyip, және sığlık verem. Айтсаңдаршы, сыйлық берем деп тұр ғой, оның үстіне өлтірмейді. Ақмақ болмасаңдаршы, ұлы Германияға бас емейсіңдер ма? Солай емес па, Ферен мырза? Сен оңбаған немістің күшігі болумен қоймай, бізге де өзің сияқты бол дейсің бе? Сен сияқты болғанша өлген барды. Сен мен ұрып тұрсың ба? Жаман неме. Сендердің араларына түсіп отырсам, естерің дұрыс емес. Сен өзінің қара басында олып қалған мал қойсың, сені қайсың? Кетара, көкпен. Тоқтатында өңкей ақмақта. Көрдіңіз бе, Ферен мырза? Бұлар жақсылық түсінбейді, ертең тағы да сатып кетеді. Сол үшін қырып тастаңыз бәрі. Бұлар айтпады екен, онда бұларды жазалай.
Не дейсің Дайрабай? Кемінде 48 адам өлген. Кейбіреулердің түрін анықтау мүмкін емес. Тірі қалғандар бар ма? Жоқ, олар аз болған, кеше түнде келген сияқты. Барша халықты қырып салған соң таң атпай солтүстік шығыс бағытта жол тартқан. Құпия базаларына қайта оралды дейсің бе? Меніңше солай сияқты. Онда жолға дайындалыңдар. Біз оларды базалары да жетпей, көздерін құртамыз. Сосын базаларын жарып жібереміз. Конечно, Сергей Павлович. Отряды далеко друг от друга. Одни мы не справимся, если этих тварей будет много. Разделяю ваши опасения, но майор важнее охват территории. Нас с воздуха поддержат? Авиация бомбит немцев под Сталинградом. Тьма окружает нас со всех сторон. Мы будем бороться со своими силами. Тоқтатыңдар! Рұқсат берсін! Виноват, товарищ Касин. Это я попросил играть. Тоқтай тұрыңдар, естідіңдер ма? Олар жақын жерде сияқты. Өлтірмеңдер, мен сендерденмін. Жау алдыңда! Ей, не ұрып тұрсың мені? Есің ауысқан ба? Доғарыңдар! Сеніңше біздің сатып кеткен немістің күші екенін білмейді дейсің бе? Сендердің басын кесіп, іліп қою керек. Немістерді көрсін, сатқындарды қандай болатындығын. Өлтірмеңдер, олар мен қинаған. Мен құпия база туралы білем. Айтып берем өлтірмесеңдер. Тоқтай тұрыңдар! Білгеннің бәрін айтсаң, өлтірмеуім де мүмкін. Ол база осы жерден 2-3 күндік жерде орналасқан. Ол жерде 30-20 шақты адам ғана күзетеді. Көп мөлшерде қарумен жанармай жасырған. 2-3 күннен кейін қосымша күш келеді. Көмек келеді. Ана бір жатқан қалтасында карта бар. Міне мынаның. Тексеріп көріңдер, шынымен де бар ма екен? Ол жерде жазылған. Айттым ғой, енді өлтірмейсіңдер ғой мені. Сен неге қобалжисың? Бәрі дұрыс, уайымдама. Жоқ! Бері әкелші картаны. Түсінікті. Ол база шамамен 2-3 күндік жерде екен. Оларға қосымша көмек келмей тұрып, жолға шығып, көздерін құртамыз.
1941 жыл қараша айында ол оңтүстік майданы штабының қарамағына жіберіліп, штабтың арнайы тапсырмасымен жау жайлаған Украина жеріне парашютпен түсіріледі. 1941-1942 жылдары Киев, Полтава облыстарында коммунистердің астыртын ұйымын жұмыстарына белсене араласып, Чапаев атындағы партизан құрамасын ұйымдастырысып, кейіннен сол партизан құрамасының 3-ші партизан отрядына басшылық етеді. 1943 жылдың қыркүйек айының 21 күні Чапаев атындағы партизан құрамасы Совет армиясымен қосылғаннан кейін ол тағы да жау тылына жіберіліп, 4 рет арнайы тапсырмамен Украина, Молдавия, Румыния, Чехословакия жерлерінде партизан отрядтарын басқарады. 1944 жылдың қараша айының 2-ші жартысында Карпат тауында партизан отрядтары 44-ші Украин майданында әскери бөлімдерімен қосылған соң, осы майдан әскері құрамында соғыстың соңына дейін жаумен шайқасып, 1945 жылдың басында туған еліне оралады. Дүние қызыл жасылды, сан ұрпақ саған басырды, толқында толқын қазақтың топырақ жүзін жасырды, өткізіп қилы ғасырды, ырысым жатқа шашылды, тауменен тасқа соқтым мен халқым деп ғазиз басымды. Ноғайлы болып аңырадым, отырар болып қаңырадым, ақтабан болып шығырып далада қалдау санбағым, Семейде болып сенделдім, ертісте болып емделдім, қасіретіңнен қайсысы қызығыңдау кем көрдім. Нарында болып ұлыдым, аралда болып құрыдым, желтоқсан болып борадым, лақтырып тағдыр құрығым. Төрме деп жұмақты, дүние сені ұнаттым, асан қайғыны зарлатып, ясса ойдау жылаттым. Дүние сені нетермін, мен дағы бір күн өтермін, керуенде керуен ұзаған бабаларыма жетермін. Дүние сені нетергін, көз жұмар мәңгі жетер күн, тайында сайын даламдай кімдерге тастап кетермін. Жүрегін жаудың хақ тілген, алшайтып тұрып ат мінген, қазақ деп мұңға баттым мен, қазақ деп жылап жаттым мен. Көзімде мұңның табы бар, елімде шөлдің зары бар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтар сағынар. Келесі кезекте Нұрсейіт Мадиярдың орындауын «Мен қазақпын» әні. Bölüngende bir
жыр қазақ, сүйір болсын, тірек болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен айтамын жыр қазақ, сүйір болсын, тірек болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен айтамын жыр қазақ, сүйір болсын, тірек болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қимыл шіркін келсе, барлық қимыл би болар. Бүгінгінің билерін тамашалаған жөн болар дей отыра, Смуглянка биімен ортаға қыздарды шақырамыз. Ашық аспан астында бейбіт әрі тәуелсіз өмір сүруіміз, болашағым, ұрпағым деп соңғы демі қалғанша күрескен ата-бабаларымыздың арқасында. Соның құрметіне Садуақас Қамардың орындауында Сарбаздар әнімен шақырамыз. Сайдың серкен, қаңтарда жүрген, шеру тартқан көркіне елін сезінген. Ән салушы сарбазым, назданып
Еліңе зорындақпен оралдың ба, халықтың қаһарманы атандың ба? Халқымның ардақтысы Қасым ата домалап тұрсын өрге тасың ағам. Дей келе ортаға Әбдінаса Жұманазардың қазақ әнімен шақырамыз. Қазағым қаһарман қайсар, қазағым жанашыр жайсар, қазағым қырандай жанышын түсірін жайсаң. Қазағым бұзылмасын қазақы қаймағым. Қазағым жүргізсін көріңде байрам. Шарамыздың да өз мәресіне келіп жетті. Келесі сөз кезегін экономика және құқық факультетінің деканы Нұрлан Аюпишев пен кітапхана басшысы Сұлушаш Қыдырбайқызына сөз береміз. Құрметті кешіміздің қонақтары, оқытушылар, ардақты студенттер, неге бүгінгі кешімізге келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Қасым Қайсенов туралы кішкене болса да мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймын. Бұлмен біз осы өсіп келе жатқан ізіміздегі жастарға не айтқымыз келді. Халқымызды сүйіспеншілікке толтырып, өздеріңіздің рухтарыңызды көтеріп, отансүйгіштіктерге тәрбиелегіміз келді. Сонымен қатар мына кітапхана мен менеджмент және құқық факультетіне
юриспруденция факультетіне көптеген алғысымызды білдіреміз. Осындай кештерді ұйымдастыру мақсатында көптеген студенттеріміздің жанды дауыста өздерінің таланттарын көрсетіп жатыр. Өте қуаныштымын. Артымызда осындай жастар өсіп жатқанда біз ештеңеден қорықпаймыз. Тек қана алға, университетіміз жайнап жаснай берсін. Екіншіден айтайын дегенім, жақында ғана болып өткен ғылым күні мен сіздерді, аға оқытушыларды, осы өркениетімізге үлкен еңбегін сіңіріп жүрген мұғалімдерді, ағайларымызды шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің қанаттарыңыз талмасын, зерттеулеріңізге, шабыттарыңызға талант, үлкен ұқыптылық тілеймін. Осындай жастарға қалдырып отырған әдебиеттеріңізді сүйіп оқуға сіздерге жастарымыз сөз береді деп ойлаймын. Осы кітапхананың есігі сіздер үшін әрдайым ашық. Осындай үлкен ұлағатты ұстаз, ұлағатты Қазақстанға еңбек сіңірген үлкен адам болып шығу үшін кітапхана әрдайым керек деп ойлаймын. Сіздермен біз бірге жұмыс істесек, тек қана жоғарыдан көрінеміз деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті профессор оқытушылар құрамы, құрметті университеттің қызметкерлері, бұл жерде сондай-ақ біздің университеттің ғылыми кітапхана қызметкерлері отыр. Құрметті біздің қымбатты студенттер, бүгін мінекей қазақ халқының данышпан ұлы, қазақ халқының қаһарманы, еліміздің батыры, халқымыздың батыры Қасым Қайсенов туралы, Қасым Қайсеновтың 105 жыл мерейтойы. Бұл еліміздің ғылым күні, яғни 12 сәуір Қазақстан Республикасы ғылыми қызметкерлерінің күні, және 9 май Ұлы Отан соғысының жеңісіне арналған үлкен мерекелік шара. Сондықтан бүгін керемет бір тамаша кешке біздің экономика және құқық факультетінің студенттерінің мінекей тамашалап көрініс, өнерлерін көріп тамашаладық. Бір үлкен рухани азық алдық. Қасым Қайсенов туралы көптеген мәліметтер алдық барлығымыз. Бұл әрбір адамды, әрбір азаматты өзінің елін, отанын, жерін сүюге тәрбиелейтіндігі, әрбір адамға үлкен бір ой салатындығы сөзсіз. Сондықтан үлкен бір керемет кеште отырмыз деп ойлаймын. Сондықтан осыны ұйымдастырған факультет оқытушыларына, соның ішінде факультеттің тәрбие ісі жөніндегі декан орынбасары Әйгерім Алайдаровнаға, кітапхана қызметкерлеріне, соның ішінде Бақытгүл апайға көп алғыс айтқым келеді. Осы студенттерге осындай бағыт бағдар беріп, студенттердің осы бүгінгі өнерлерімен осындай кеш қойған, және барлық осы бүгінгі осы қойылымға қатысқан, бізді осындай тамаша көңіл күйге бөлеген, бүгінгі осы өз өнерлерін ортаға салып, бізге тамаша көрсеткен студенттердің барлығына үлкен алғыс айтамын. Мына жерде біздің факультеттің барша енді сабақтан бос оқытушы, профессор оқытушылар құрамы отыр. Осындай талантты студенттерге жақсы, алдағы уақытта жақсы баға қояды деген сенімдемін. Мындай бүгінгідей тамаша студенттер қараңыздаршы, қаншама студенттер бізге тамаша осындай көрініс танытты. Бұл болашақ заңгерлер, болашақ экономистер, болашақ менеджерлер, болашақ маркетологтар, болашақ бизнесмендер, еліміздің болашақ тұтқасын ұстайтын, туын көкте желбірететін тамаша азаматтар. Осыларға біз білім тәрбие беріп жатырмыз. Біліммен қатар осындай біз отан сүйіштілікке, отандыққа, жерін, отанын сүйетін осындайға бауырдай білетін болсақ, біздің туымыздың әрдайым көкте желбіретіні сөзсіз. Осындай студенттердің өнерін тамашалап отырып, ертең студенттердің рубишкасы кезінде төмен баға қойсаңыздар енді. Оқытушылар, бұлар сіздерге, сондықтан ойлаймын, барлық студенттерге көтермелеу болады ғой деп. Жалпы мен өз басым қашаннан да, қай кезден де осы жоғары оқу орнында, еңбек жолым осы жоғары оқу орнында ғой, жалпы өнері мен спорттық жарыстарда болсын, осындай көркем өнерпаздар саласында болсын, өздерінің өнерлерін ортаға салып, осы әрдайым белсенді, осындай қоғамдық жұмыстарға белсенді араласқан студенттерге әрдайым қолдау көрсетем, қолдау көрсете де берем. Сондықтан біздің факультеттің тарапынан осы студенттер бәріне әрдайым қолдау болатыны сөзсіз. Сондықтан профессор оқытушылардан тағы да қайтып сұрайым, осы студенттердің барлығына міндетті түрде қолдау көрсетіңіздер. Және енді бүгін тек қана мына жерде қаншама студенттер көріп отыр. Жалпы студенттік өмір деген өмірдегі ең бір қызықты, ең бір тамаша кезеңі. Ол бүткіл адам, ата-аналарың болсын, апа,
аталарың болсын, кез келген ұстаздарың болсын, бәрі оны айтады, дәлелдейді, ол менің сөзімнің дәлелі бола алады. Сондықтан осындай тамаша, қызықты кезді жай босқа өткізуге болмайды. Немесе интернетке қарап, телефонның бетіне қарап отырсаңдар, ол жайдан жай өтіп кетеді өмір деген. Одан ештеңе таппайсыңдар. Сондықтан ең маңыздысы сіздерде бір минутта бос уақыт болмау керек. Уақыттың барлығын осындай. Сіздер өмірлерің студенттік кезең қызықты өту үшін осындай мерекелер көп болу керек. Күніге бір мереке болып жату керек. Бүгін мысалға Қасым Қайсеновтың осындай 105 жылдығын тойлап жатсақ, ертең тағы бір мереке, арғы күні тағы бір мереке, күніге бір нәрсеге қатысу керек. Оның бәрі сіздерге байланысты. Егер сіздерден ұсыныс болатын осыны тойлайық деп едік, осындай өткізейік деп едік, наурыз өткізейік деп едік, студенттер өткен семестрде қараңыздар, университетте 2 жұлдыз фестивалі өтті, иә? Қалай тамаша болып, жаңа ғана ең соңғы болып өнер көрсеткен Жұманазардың өнерін сол кезде қарап едік. Мінекей біздің арамызда экономист болса да Жұманазарды ешқандай мынау жаңа айтып жатыр, жұлдыз, эстрада жұлдыз деп, ешқандай эстрада жұлдызынан кейін емес, біздің арамызда да сондай жұлдыздар бар. Өзіміздің университеттің жұлдыздары бар. Сол кезде көрдік. Өзім университетте қандай тамаша жаңа ән айтты, гитарамен айтты, барлықтарыңыздың аттарын, енді фамилияларын есімде қалған жоқ. Бірақ осындай балдар бізде көп. Осы қазақта бір керемет мақал бар. Бұлақ көрсең көзін аш деген. Сондықтан біз сол сіздер бұлақ бола білсеңіздер, біз соның көзін ашуға дайынбыз. Барша оқытушылар, ұстаздар оны қолдайды ғой деп есептеймін. Осындай күндеріміз көбейе берсін. Біздің студенттеріміз өздерінің армандаған осы білімін алып, жақсы университетті бітіріп, еліміздің, халқымыздың мынау адал ұлдары, қыздары болсын, еліміздің туын көкте желбірете берсін дегім келеді. Баршаңызға көп-көп рахмет. Сізге көп рахмет, сіздің коллективіңізге. Бүкіл кітапхананың қоры, ғылыми мынау әдеби қоры көбейе берсін, оның оқырмандары жылдан-жылға арта берсін дегім келеді. Рахмет баршаңызға. Ал ендеше бүгінгі юриспруденция 141 тобының Қасым Қайсенов атамыздың 105 жылдығына арналған іс-шарасы да мәресіне келіп қалыпты. Батырларымыздың еңбектерін ұмытпау, ата-бабаларымызды жиі еске алып тұру, бұл біздің тікелей міндетіміз екенін де ұмытпайық. Осы іс-шараны ұйымдастыруға атсалысқан біздің құрметті деканымыз Нұрлан Аюповичке, Айгерім Алайдаровнаға, Жанысова Камилаға, Айгүл Алтаевнаға, Бақытгүл Макешқызына, кітапхана ұжымына, Теңізбаев Ерсайынға, төлеп берген Мағжан ағайымызға ерекше алғысымызды білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, елеп еске келгендеріңіз үшін алғыс білдіреміз.